иә қойып қояды ғой соңында қызықты сәттер деген. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мектебіміздің жаңа подкаст жобасы Абай Лайф жобасының алғашқы қонағы мектебіміздің үлгі тұтар ұстазы, барлық оқушының сүйікті ұстазы деуге болады, Динара Орғонысқызы. Ол ұстаз тек жай ғана ұстаз емес, үздік педагог 2022 жыл ұстазы номинацияларын жеңіп алған менің сүйікті мұғалімім деуге болады. Ал мен подкасттың жүргізушісі Жолтай Назым, 10-шы сынып оқушысы. Жалпы қош келдіңіз, Динара мұғалім. Қош көрдік. Әңгімемізді бастамас бұрын өзіңіз туралы тыңдаушыларымызға толық айтып кетсеңіз, жаңағы номинация деп жатырмыз. Енді құрметті көрермендер, біріншіден Назым, өзімнің сүйікті оқушым, жаңа айтып жатырмыз. Подкастыңызға сәттілік тілеймін, өте жақсы бастама. Алғашқы қонақ ретінде шақырғандарыңызға өте қуаныштымын. Бүгінгі подкасттарыңыз осымен жалғасын таба берсін деген тілегімді айтқым келеді. Жалпы мен өзім Жездінің тумасымын. Осы Жезді нөмір 6 мектебінде тәлім тәрбие алып, одан осы Жезқазғанда қаншама жыл еңбек етіп атқарып келе жатырмын. Еңбек жолым сонау 2002 жылы басталған. Биыл міне 23 жыл толып отыр еңбек жолыма. Еңбек жолымды жаңа 6 мектепте бастасам, одан кейін Жезқазған қаласындағы білім инновация лицейінде 12 жыл жұмыс жасадым. Қазіргі уақытта осы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатында 2019 жылдан бастап еңбек атқарамын. 1 жылдық қазір директорлық қызметім 1 жыл ғана толды. Енді жалпы бұл подкастқа мені үздік педагог ретінде 2022 жылдың республикалық деңгейде өткен үздік педагог ретінде шақырып, осы басқа ұстаздарға, үздік педагог атанамын деген ұстаздарға бір үлгі болсын, оларға бір бағыт бағдар берейін деген ниетпен шақырғандарыңызға көп рахмет айтамын. Үздік педагог болу менің осы еңбек жолымды бастаған кезден бастап арманым болатын. Мен ең бірінші рет 2013 жылы қатысқанмын бұл үздік педагог байқауына. Ол кезде білім инновация лицейінде жұмыс жасадым. Бірақ жаңа облысты, ол кезде Қарағанды облысы, Қарағанды облысынан бастап өтіп, облыстан 3 мұғалім өткенбіз. Сол 3 мұғалім республикаға барып, бірақ номинациямен қайттым ол кезде. Министрдің құрмет грамотасын алып қайттым. Сол кезде бір өкініш болды, әттеген-ай деген қалып қойған сәт болды. Есімде әлі де, бірден ол кезде енді мұғаліммін, завучыма звондап, осындай өзім мостымен қалай жүре бергенімді білмеймін, келе жатырмын, звондаймын, мен өтпей қалдым үздік педагогке. Ол кезде 1 700 000 беретін ақшалай сыйлық. Ол әжептәуір ақша, соны бір мосттың үстімен жүріп келе жатырмын, машинаға да қарамаймын, жаңағы тек бір өкініш бар ішімде. Завучыма звондаймын, мен өтпей қалдым. Ол айтады, ештеңе етпес, келесі жолы қатысасың, келесі жолы міндетті түрде аласың деген бір өкініш қалып қойған. Содан осы 2022 жылы гештальт дейміз ғой, ол жабылды. Сол үздік педагог деген атағын алу гештальты жабылды мен үшін. Енді басқаға ұмтылу, басқа бір конкурстар бар, мысалы, соларға да қатысу. Енді адамның өмір сүргеннен кейін ол армансыз болмайды ғой, армансыз адам болмайды, міндетті түрде арман алға жетелейді адамды. Сол үшін алда талай армандарым бар әлі. Жауабыңызға рахмет. Бұл номинацияға алда толығырақ тоқталатын боламыз. Енді ұстаздық жолыңыз қалай басталды? Осы жайлы бір қысқаша айтып кетсеңіз. Енді менің ұстаздық жолым жалпы мектепте, біз ол кезде оқушылар, жалпы ол кездің оқушылары дейікші, не дәрігер, не милиция, не мұғалім болам деген арман болады. Басқа мамандықтар енді осы мамандықтар көп. Немесе ғарышкер боламын деген сияқты бір армандар болады. Ал қыз баланың көбісі не дәрігер, не мұғалім болам деп армандайды. Алғашқы мұғалімдеріне қарап еліктейді. Жаңағы үйде болсын, мұғалім болып ойнаймыз деген сияқты. Сондай бір арманмен, өзім кішкентай кезімнен, өзімнің бастауышта оқыған сынып жетекшім, әрі менің нағашым болып келеді, Тыныштық Көшербек қызы. Ол кісі бір мен үшін идеал мұғалім болды. Сол кісіге қарап еліктейтінмін көп. Одан кейін жоғарғы буынға келген кезде Кабира деген сынып жетекшіміз болды, Кабира мұғалім. Ол кісіге де бір биязылығы, сөйлеген сөзі, балалармен қарым-қатынасы, осының барлығы мен үшін бір үлгі болды. Арманым болды қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі болу, балаға бір
әдебиетті таныту, өзім өйткені кішкентайымнан кітап көп оқитынмын. Жаңағы жездінің кітапханасына барып, бәленбай кітаптарды алып келіп үйге күнделікті, енді ол кезде интернет жоқ, телефон жоқ, басқа бірыңғай кітап оқумен айналысасың. Сондықтан сол кітап оқумен өзім кішкентайымнан көркем әдебиетке өте құмар болдым. Мысалы, мен сол кезде оқыған көркем шығармаларым бүгін жадымда. Мен үнемі оқушыларыма да үнемі айтамын ғой сендерге. Жас кезіңде алған білім тасқа қашап жазғанмен бірдей, егде тартқанда алған білім мұзға жазғанмен бірдей деп үнемі айтып отырам. Жас кезде алған білім ол үнемі сақталып қалады негізі. Мен солай келдім, осы арманыма жеткеніме қуаныштымын. Шайдан алып отырмыз. Енді мен жаңа айтып кеткен болатынмын. Номинацияға толығырақ тоқталамыз. Осы конкурсқа қатысқан кезде сіздің алдыңызда ең басты қандай мақсат тұрды? Өз-өзіңізге бір нақты міндеттер қоя алдыңыз ба? Осы жайлы болашақта қатысатын ұстаздарға кеңес беріп кетсеңіз, тәжірибе бөлісіп. Рахмет сұрағыңызға. Енді бұл жерде әрине, жаңа мен айттым ғой, арман бар, мақсат болады, міндет болады әрине. Жалпы арман мен мақсат, енді арман ол мақсатқа жетелейді. Енді сол менің арманым енді үздік педагог болу. Енді ғана құрылып жатқан Ұлытау облысы. Неге сол Ұлытау облысының намысын қорғамасқа, неге үздік педагогқа қатысып, жаңа Ұлытау облысының үздік педагогтері бар екендігін көрсетпеске, неге тәжірибе алмаспасқа деген бір ой келді. Сондықтан да осы 2022 жылы алғашқы рет Ұлытау облысының атынан бірнеше педагог осы үздік педагогқа қатысып, республикалық деңгейде әрине бірнеше этаптан кейін ол бірінші этап портфолио, ол портфолиодан қарап іріктеп оған балл арқылы өтеді екінші этапқа. Яғни сол екінші этапымыз біздің Астана қаласында сабақ беру болды. Енді осы сабақ беру барысында өте бір танымайтын жерге, танымайтын мектепке барып сабақ беру ол өте күрделі, қиын, бірақ енді әрі қызық та. Өйткені өзіңді бір сынап көру деген де болады. Мен қандай мұғаліммін, мен кез келген аудиторияға, мен енді өзімнің үйреншікті оқушыларым бар әрине, ол жерде аудиторияда мен басқашамын, мен танымайтын аудиторияда мен қалай басқара алам бекен оқушыларды, ұйымдастыра алам бекен деген өзіме бір вызов дейміз ғой, өзіме де бір сондай не болды, мен үшін бір жаңа белес болды деуге болады. Енді әрине Астанада білесіздер, кішкене орысша балалар, бұл жерде жаңағы мен Астана мектебіне 92-ші гимназия қателеспесем барған кезде балалармен таныстым, сол сәтте. Сол кезде жаңағы балалар бәрі орысша. Мен ойладым, ойбай, мына балалар қазір орысша сөйлеп жатыр. Мен қазақ әдебиеті, оның үстіне күрделі тақырып келді, зар заман ақындары. Сұлтанбайдың зар заман өлеңі келді. Солай түсті ғой, енді жаңағы КТП бойынша, КТЖ бойынша қандай тақырып келеді, сол түсті. Сол кезде мен ойладым, қалай қазір мына балалар менің сұрағым, мен түсінем екен деген бір ой болды. Сосын жаңағы балаларды бірінші кішкене барған сәтте бір психологиялық жағында ахуал мен тудырып алу керек болды да. Жаңағы балалармен мен бір әзілдестім, одан кейін суретке түстік, кәдімгі бірге түсейік суретке. Олар түрлі жаңағы түрлі қылып суреттерге қимылдармен суретке түстік. Сөйтіп бір балалармен жақын кішкене қарым-қатынас жасап алдым. Сабақ басталуға әлі бір 15 минут бар. Балаларды бір кабинетке жинап қойды, 15 минут бар. Сосын барлығына бейджик тағып қойған. Енді сол балалармен жаңағы танысып, емін-еркін бір атмосфера тудырып алу керек болды бірінші мақсатым. Содан кейін 15 минуттан кейін сабақ басталды. Енді сабақтың өзіндік бір қызығы бар, есіме түсіп отыр. Мынандай сұрақ болды. Зар заман өлеңі бойынша сөздікпен жұмыс болды. Яғни балалардың бір сөздерді түсіне ме, түсінбей ме. Кәпір деген сөз бар ғой, білесіздер, кәпір деген, мысалы, ол өлеңде кездеседі. Кәпір деп жалпы негізі мұсылман дінін ұстанбағандар деп ол жерде қолданады, кәпірлер. Немесе атеисттер деп айтамыз ғой, енді дінге сенбейтіндер, Құдайға сенбейтіндер. Сол кезде кәпір деген сөзді бір бала қол көтерді, мен айтайыншы деп. Не десем, айта ғой енді сен бала десем, ол маған айтады да, кәпір деген ол кемпір дейді, кемпір мен шал дейді. Яғни сол кәпір деген сөзді кемпір деп түсінікті. Сол кезде жаңағы артта отырған комиссияда күліп жіберді, мен де өзім еріксіз күліп жібердім. Сосын енді баламды ұстадым, ол кемпір деген жоқ, ол былай айтты,
кәпір деген ол ата әже. Мен сосын сразу ойладым, бұл кемпірмен шатастырып тұр ау деген бір ой болды менде. Сосын мен айттым, жоқ, ол ата әже емес. Ата әже сен мүмкін бір сөз бар ғой, кемпір деген қазақша. Бірақ оны да қолданбаймыз ғой біз. Біз эвфемизммен сөйлеуге тырысамыз, яғни әдеби сөздермен. Апа, әже деп қолданамыз. Яғни кемпір дегеннің өзі де дөрекі естіледі. Сондықтан бұл жерде сол сөзбен шатастырып тұр ғой деп ойлап балаға дұрыстадым. Яғни ол кәпір деген анықтамасын бере кеттім сол кезде. Сондай бір қызықты сәт болған. Күшті, керемет. Енді әрбір нәрсенің ол тек қана жай келе салмайды, міндетті түрде оның қиыншылықтары болады. Осы сәтте сіз жеңіске жеттіңіз. Алайда сізге жеңістің артында қандай қиыншылықтар болды? Ешкім біле бермейтін, мүмкін секреты, тайны дейді ғой, өзіңіздің бір құпияларыңыз болса айтып кетсеңіз. Әрине, енді қанша жыл өтті, 3 жылдай уақыт өтті ғой болғанда. Бірақ соның өзінде бұл шынында да ешкім біле бермейді. Бұл жеңістің артында үлкен бір күштің, бір үлкен бір себептердің болғандығын. Енді бір қызығы, осы 2022 жылы мен үздік педагогқа қатысып, облыстық деңгейде енді республикаға өтті. Республикадан жауап күтіп отырған жағдайда мен ауруханаға түстім, Қарағанды қаласында. Сол Қарағандыда ауруханада жатқанымда мен ота жасатқан болатынмын. Сол ота жасатқан кезде маған хабарлама келеді, сіз республикада өттіңіз кезеңге, 3 күннен кейін Астана қаласына жетіп, сабақ беруіңіз керек деген. Ал мен ол кезде әлі ота жасатып, енді ғана 3 күн болған ота жасатқаныма. Және тігісі бар, әлі тігісті шешпеген, алмаған. Содан кейін енді не істеймін деген ой болды менде. Қалай болады деген. Сосын жаңағы дәрігеріме барып айттым. Осылай деп едім, саған денсаулық маңызды ма, конкурс маңызды ма дейді. Ол енді дәрігердің оны алаңдатпайды ғой, ол басты мақсаты ол емдеу, жазып жіберу. Сосын мен айтам, әрине денсаулығым да маңызды. Бірақ мен мына конкурсқа қатысуда арманым еді ғой. 13-тен бастап менің сондай мүмкіндік, мен соңына дейін кеп тұрғанда мен қалай кетемін артқа деген не болды. Сосын дәрігер айтады, жоқ, жібере алмаймын мен сені. Сен енді ғана шыққан, шақ күн болды. Әлі сенде, жаңа тігісіңді де шешпегенбіз, әлі шығармақ түгілі дейді. Сосын мен айтам, жоқ, мен қатысуым керек. Мен не керек, мен жазып берем. Қолхатта жазып бере алам, барлығын жазып бере алам. Басыма мені жіберіңізші деймін. Әлі мен енді ол кезде жаңағы 3 күн болатын, сабақтың құрылымы да жоқ, мен ауруханада жатыр, мен қолымда ешқандай материал да жоқ қой ешкімге. Ойландым. Сосын жаңағы әпкелеріммен ақылдастым. Олар да маған бәрінің айтқаны, қой, денсаулығың маңызды, бұл конкурс әлі болады талай. Сен денсаулық. Бірақ мен соған қарамастан жаңағы не киімім де жоқ қой, Қарағандыда ондай сабақ беретіндей мұғалімдік стильдегі киім де жоқ. Содан қызығы жаңағы ауруханада жатып, қағаз парақ алып, сабақтың жоспарын жасадым. Құрылымын жасадым. Жай қағазға отырып жасадым. Сосын жаңа ол жақта мұғалімдерге хабарласам, шығармашылық тобымыз бар біздің. Рая Дәулетовна болды, жаңағы Жұмакүл мұғалім, Ақмарал мұғалім деген сияқты. Ол кісілермен де шығармашылық топпен ақылдасып, осындай тақырып. Бірақ өзім жаңағы қолымда енді ұялы телефоным бар қарауға, және парағым бар, сонымен идеялар келеді. Түннің бір уағында оянамда идеяларын жазам сабаққа қажетті. Мынаны жасауым керек деген сияқты. Сөйтіп, дәрігердің рұқсатын әзер дегенде алып, қолхат жазып беріп, тігіспен әлі жүре алмаймын. Ентігем қатты кәдімгі әлсіздік бар. Осы жақтан Алтынай мұғалім, орыс тілі пәні мұғалімі, сол кісіні көмекке жіберді. Сосын ол көмекке келіп, менің заттарымды көтеріп жүреді. Қи деген затымды қият, Алтынай мұғалім. Екеуміз бір күн келесім. Сол күні дайындалып жатырмыз. Есіме түседі, Алтынай дүкенге жүгіріп кетеді. Конфет беру керек мына жерде сабақта балаларға. Конфет қазына болды. Қазына мен жаңағы галереяға, қонаққа шақырған сияқты сабақ өтті да. Сол кезде жаңағы мен әр балаға бір галереядан естелік ретінде қазына бар. Сол қазынадан бір тиындар, монета дейміз ғой. Соларды сыйға беруім керек. Сол идея ойыма келді сол жерде бір күн бұрын. Сосын жаңа Алтынай мұғалім осындай монета керек. Ол бүкіл магазинді, дүкенді шарлап, жаңағы монета іздеп алып келеді. Сондай бір қызықты әрі бір
қиындығымен есте қалатын сәттер болды. Рахмет, үлкен осындай бір тәжірибеңізбен бөлісіп жатсыз, қиындықтарды айтып жатсыз. Енді болашақта мен айтқан болатын номинацияға толығырақ дедім. Енді көріп жатқан ұстаздарға бір кеңес ретінде қатты аса фокус дейді ғой, адам фокусын не нәрсеге қою керек. Осы үздік педагог атану үшін әрбір мұғалімнің бойында қандай қасиеттер керек, сол жайлы айтып кетсеңіз, жеңімпаз ретінде сізден бір кеңес болады. Рахмет, өте орынды. Енді бұл подкасттың да мақсаты сол ғой, жалпы Ұлытау облысының намысын қорғайтын біздің білікті, білімді педагогтер өте көп. Үздік педагог атануға әрбір ұстаз лайықты десем артық емес. Енді ол үздік педагогқа жалпы арманы деп ойлаймын әрбір педагогтың. Ол әрине қаржылай жағы да бар ғой енді. Әрі атағы да бар, қаржылай жағы да бар, иә. Қаржылай жағы енді 3 миллион. Мен күлем 3 миллионды не істедің, бірінші көбісінің сұрағы болды ғой, 3 миллионды қайда жұмсайсыз деген, иә. Иә, сол 3 миллионды мен басында ойладым, үйдің қажетіне сондай жұмсаймын деп ойладым, бірақ кейін жаңағы үлкен әпкем айтты, неге сен көлік алмайсың? Қазір екінің бірі көлік теуіп жатыр, ол әлі қажет өзіңе де. Үйреніп аласың. Мен көлік дегенді аса бір ойламайды екенмін. Арманымда жоқ еді көлік жайында, көліктің маркаларын да білмеймін шыны керек. Бірақ соған қарамастан шынында да ойыл қалды. Мындай майда шүйдеге жұмсағаннан көрі, шынымен де соны бір көзге көрінетін естелікке өзіме мынадан алғанмын мен, үздік педагогтың жеңіп алған ақшасына жұмсағанмын деген сияқты, иә, сондай бір ой келді да. Шынымен де ағам тез арада Қарағандыға шығып, сол аржа үстінен 2,5 миллион кредит алып, мен 3 миллионға ақша оған жақсы машина келмейді ғой көлік. Ар жағынан 2,5 миллион не алып, осы қазіргі теуіп жүрген Volkswagen Polo, иә. Өздеріңде міндіңдер ғой ол көлікке. Мұғалім бізге айтатын, сабаққа келеді, қазақ тілі әдебиеттен береді ғой бізге пәндер. Мен көлік алдым, біз өзіміз біліп алғанбыз оны. Мұғалім сіз көлік алдыңыз ба дейміз. Мұғалім айтады, бірақ менде әлі права жоқ дейді. Сонымен ол сувенир болып тұрдым. Мұғалім қашан мінгізесіз деп айтқанбыз. Иә, сонымен ол көлікті алып, қазір міне екінші жыл көлік айдап жүргенімізге, көлікті мініп жүргенімізге. Енді ол шын ол өте қажет нәрсе екен, баратын жеріңе тез ақ барып, шаруаларыңды шешуге көп көмегін тигізеді. Енді жалпы үздік педагогта осы жаңағы ақшалай сыйлығынан басқа атағы деп жатырмын ғой. Әрбір педагог ол армандайды. Енді мен педагогтерге айтатыным, неге баса назар аудару қажет? Міне осы сұрақ өте маңызды сұрақ. Ең бірінші үздік педагогқа дайындалған кезде ол бір жылдың ғана емес, бірнеше жылдың жемісі. Бұған дайындық барысында мұғалім біріншіден волонтерлыққа көбірек назар аудару қажет. Қазір осы облысымызда волонтер педагог деген бар ғой, содан қатысудан қашпау керек. Оның сыртында ол бұйрықпен ғана бекітілген волонтерлік емес. Оның сыртында өзіңіз еркін волонтер ретінде білім саласында болсын, бір қоғамға келтірер пайдаңыз болсын, волонтерлікпен айналысу қажет. Мысалы, мен өзім сол кезеңде волонтерлік ретінде ұбт-ға дайындық сабақтары дейміз ғой. Сондай Ұлытау ауданына, мектептерінің оқушыларына ұбт-ға дайындық сабақтарын өткізген болатынмын. Сонымен қатар 4-ші сынып оқушыларына мамандандырылған мектептерге түсу үшін арнайы сабақтар жүргіздік. Міне осы септігін тигізді. Қазір енді волонтерлік деген ол актуальды тақырып қой. Сондықтан да осы волонтерлікпен айналысу қажет. Бұл бірінші бағыты деуге болады. Келесі бағыты бұл тәрбие бағыты бойынша да. Тәрбие бағытында ол өзіңіздің өткізген мектептегі деңгейдегі ғана емес, облыс деңгейінде өткен, республика деңгейінде өткен тәрбиелік іс-шаралар, және сол тәрбиелік іс-шаралар ол басқа жақтарда бір таралуы қажет. Тәрбиелік іс-шараларыңызды басқа мекемелер, басқа қоғам қабылдауы қажет, және соған бір пікірлер де қалыптасуы керек. Ғылыми жұмыс, оқушылардың, мұғалімнің ғылыми жұмыспен айналысуы. Ол әрине жеңімпаздарда болу керек. Ғылыми жұмыспен айналысатын оқушылардың саны көбірек болса, ол әр қайсысы бір белгілі балмен есептеледі. Сондықтан да ол ғылыми жұмыспен де оқушыларыңыздың айналысқан дұрыс. Келесі ол басылымдар.
ғылыми конференцияларда сөз сөйлеуіңіз, немесе материалдарыңыздың жинаққа енуі, немесе бұқаралық ақпарат құралдарындағы сіздің мақалаларыңыздың жариялануы, осының барлығы әрқайсысы неғұрлым көбірек болғаны дұрыс. Яғни оның әрқайсысына жеке балл беріледі. Бұл да есепке алынатын нәрсе. Келесі, бұл оқушы мен мұғалімнің жетістігі 3 жылғы жетістігі. Соңғы 3 жылдағы әрине ол республика көлемінде және халықаралық деңгейде болған дұрыс. Республикалық, облыстық, халықаралық деңгейдегі оқушының да мұғалімнің да өзінің кәсіби байқауларға қатысуы, кәсіби жетістіктері бұл да ескеріледі. Келесі ескеретін жағдай ол сабақ. Ол сабақ 15 минуттық сабақ болу қажет. 15 минуттық сабақта не ескеріледі? Мысалы, сіз алдын ала видео жүктейсіз сабақты. 15 минут сүре. Енді 15 минут сабақ деген болмайды, әрине 45 минут сабақты, бірақ жаңағы монтаждап 15 минутқа сыйдырып, яғни соған жүктейтін боласыз. Бұл жерде 15 минут сабақта не нәрсеге баса назар аудару қажет? Ол біріншіден мақсаттың дұрыс қойылуына, яғни оқу мақсатынан сабақ мақсаты шығады. Сол мақсаттардың дұрыс сабақтың өн бойында көрініс табуына назар аудару қажет. Және әдіс тәсілдердің сабақта қолданылатын мақсатқа сай іріктелуі, бұл да өте назар аударатын тұс. Сонымен қатар мұғалімнің дауыс ырғағы, ол да ескеріледі. Шеберлігі, ораторлығы дейміз ғой, оны да оған арнайы балл беріледі. Сонымен қатар жаңағы сабақта қолданылатын қалыптастырушы бағалау, формативті бағалау, бұл да ескеріледі. Бұған да жеке балл беріледі. Сонымен қатар сабақтағы актінің қолдануы, қазір ақпараттық коммуникативтік технологиялар, мұғалімнің шебер қолдана алуы, оны міндетті түрде өзі қолдану керек, басқа біреудің көмегіне жүгінбеу керек, өзі қолданып сабақтың өн бойында ол көрініс табу керек. Жеке балл беріледі, жеке ескеріледі. Және соңында әрине бір эссе болады. Ол мұғалімдік мамандыққа қалай келдіңіз, не үшін келдіңіз, мұғалімдік мамандық сіздің өмірлік бір миссияңыз ба деген сияқты тақырыптарды қамтитын эссе болады. Енді подкасттың соңында арнайы бір дайындап қойған тосын сыйыңыз бар еді сізге. Сол тосын сыйды оқып отырған кезде, алған кезде жалпы шынайы эмоция көрсетуіңізді сұраймыз. Мынау сізге. Бұл не? Кімнен хат келді? Енді мен хатты оқымас бұрын жалпы айтқым келеді. Мысалы, менің өзім осы Назым подкасттың жүргізушісі, Назым, көп рахмет өзіңе. Назым менің өзімнің 5-ші сыныптан бері сабақ беріп келе жатқан, әрі өзімнің төл қызым деймін. Көп рахмет. Сенің осы подкастты түсіріп, менен сұхбат алғаныңа ерекше қуаныштымын. Өйткені Назым менің телефонымда шынымды айтсам қызым деп сақталған. Назым қызым деп. Өйткені 5-ші сыныптан Назым менімен бірге, және Назымның жетістіктері қазақ тілі мен әдебиетінен өте көп. Осы Назымның шырағын жағуға ат салысқаныма, мұғалім ретінде кішкене де болса өз үлесімді қосқаныма мен ұстаз ретінде бақыттымын, шынайы қуаныштымын. Журналист болсам вообще бақытты болады. Мен Назымға айтамын, Назым, не тіл маманы боласың, немесе журналист боласың болашақта. Таныс қой. Мынау жазу. Дауыстап па? Қымбатты анашым, сізге алғыс айтқым келеді. Сіз мені жалғыз өсіріп, көп қиындықты жеңдіңіз. Маған жақсы тәрбие беріп, еш нәрсені аямай, әрдайым қасымда болдыңыз. Бүгінгі жетістіктерім сіздің еңбегіңіздің арқасы. Бала кезімнен бастап бәрін мен үшін жасадыңыз. Сіздің қамқорлығыңыз, мейіріміңіз маған әрқашан күш береді. Сіз мен үшін ең мейірімді, ең керемет анасыз. Сіздің қолдауыңыз әрдайым маған сенім беріп, алға ұмтылуыма себеп болды. Сізге көп рахметімді айта отырып, сізді шын жүректен жақсы көремін. Сүйіспеншілікпен, Диас балаңыз. Қандай? Керемет. Мұны қашан жазып алып жүрсіздер? Қалтай мұғалім мен Нұрғиса апайдың идеясы қалай? Мұғалім, жыламаңыз. Енді кешірім өтінемін. Шынымен де, енді менің өмірімде мың қарға деп сөйлейді ғой қазақта. Шынымен ұлым Диас, бір ұлым бар өзімнің. Енді ол ұлым
қазіргі уақытта білім инновация лицейінде 11-ші сынып оқиды. Биыл міне ұбт тапсырады, өзінің қалаған мамандығы бойынша ол да ұясынан ұшып үлкен ер жетеді. Әрине ана үшін баланың орны бөлек, бірақ кей кезде біз баламызды ұмытып кетеміз. Мұғалім болған жағдайда көп уақытымыз осы мектепте өтеді де өз баламызға уақыт таппай қалып жататын уақыттарымыз болады. Енді мен барынша ол өзі бір еркін болып өсті. Ешқашан оның бетіне қаққан жоқпын, оймен санастым. Енді бүгінгі күнде де өзі мамандығын таңдап отырған. Өмірде өз орнын тапса деп ойлаймын. Бірақ мен бақыттымын. Менің ол ұлым ғана емес, менің осы Абай мектебінің оқушыларының барлығын мен өз баламдай жақсы көремін. Әрқайсысын біреу анасы баласы атқа шапқанда тақымын қысып отырады дейді ғой, үйде отырып. Сол сияқты әрқайсымыз жырақта болғанда осы Абай мектебінің оқушылары бір сайыстарға кетсін, байқауларға, додаларға кеткен кезде бәріміз тақымымызды қысып отырып, осы жердегі түні ой уайымдап, сол баламыз үшін тіпті кейде өз баламызды ұмытып кететін жағдай болады. Өйткені ол Қазақстанның болашағы. Абай мектебінің балаларының барлығы жақсы болса екен, тәрбиелі, тәртіпті болса екен, тек Абай мектебі ғана емес, жалпы қазақ баласы сондай тәртіпті, тәрбиелі болып өссе екен, ең бастысы намыс болса екен, патриот болса екен, отанына деген махаббаты болса екен деген ұстаздардың арманының барлығы сол. Ұстазы, шәкірті жақсы болса, ұстазы үшін одан асқан бақыт жоқ. Жай бір ауыз сіздердің бітіріп кеткеннің өзінде келіп, мектепке келіп, немесе көшеде көріп қалған кезде сәлеметсіз бе, менің ұстазым деген сөздің өзі үлкен адамға бақыт күш сыйлайды. Қазіргі уақытта енді менің шәкірттерім жан-жақта ғой. Осы Абай мектебінің шәкірттері болсын, білім инновацияда оқыған кезде, жұмыс істеген кездегі шәкірттерім болсын, жан-жақта көрген кезде бәрінің амандығы түзу, барлығы, мен қай қалаға бармайын, сол жақтағы болған шәкірттерім мені қарсы алып, жылы жылы лебізін білдіріп, мені аяқ қолын жерге түсірмей қарсы алып жатады. Мен ол үшін қуаныштымын. Қазіргі уақытта мен өзім барған жерінде Абай мектебінің де түлектерін жинап, бастары бірге болса екен, бірге жүрсе екен деген ниетпен осы түлектердің де басын қосудамын. Бақыт, мынау мен үшін өте тосын сый болды. Көп рахмет. Балаңнан осындай бір алу ана үшін керемет естелік. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі подкастымызды тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Осы подкасттан сіздердің алар жалпы мүмкіндіктеріңіз, кеңестеріңіз үлкен деген ойдамын, сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Барлығыңызға рахмет. Келесі рубрикада кездескенше. Көп рахмет. Бүгін ерекше мен үшін де тосын сый болды. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі подкастты асыға күтеміз. Шыққан ғой? Айта берейін сол жерде. Жай, қиындықтар бөлек қойсын ба? Енді, бұл жерде. Сіз енді мақсатпен міндеттедім ғой. Сол, қалды деймін ғой.